Сөйтіп арапа күні кешкісін шелпек, бауырсақ деген барлығын пісіріп болғаннан кейін летний кухнямды дайындайын дедім. Ол үшін бірінші жерді сыпырып алдым, жуып алдым және екі столды қатарынан қойып ұзын стол жасадым. Біздің көршілер өте көп адам болып айттықтайды. Осы арапа күні чак-чак, бауырсақ, жалпы пісірген заттарымның барлығын тарелкаларына салып, салфанға салып алдым. Таңертең өзімнің ерте тұрмайтынымды білемін ғой. Сөйтіп таң атты. Сағат 6-дан кете әрең жылағым келіп тұрдым ғой. Біздің жақта айттықты сағат 6-7-де бастап кетеді. Сонымен осындай екі жеңіл салат түрін жасай салдым. Мына пирогым деген ойбай болып тұр ғой енді. Өмірде менің пирогым олай көтерілмеген ғой. Сөйтіп бірінші бізде ер адамдар айттықтайды. Бірінші барлық үйге таңертеңмен кіріп, барлық үйге Құран оқып шығады. Үйге ер адамдар шығып кеткеннен кейін балам екеуміздің ішіміз пісіп, әйелдерге қарасақ ешкім айттықтамайды. Сөйтіп біз өзіміз бастап бірінші айттықтап кеттік. Бірінші үйге кірдік, екінші үйге кірдік, содан кейін екі тәтемді, апамды ертіп алып үшінші үйге кірдік. Үшінші үйге кірсек, ойбай, ана торты деген прям күштеген, бірақ рецептін сұрауға ұялдым. Одан кейін төртінші үйге келдік, ұялмай қызармай. Содан кейін бесінші үйге келдік. Негізі тіпті бұдан да көп үйге айттықтайтынбыз. Бұл жол аз адам айттықтап қалдық. Бұл үйде қан шығарып құрбандық шалынып тамақ беріп жатыр екен, ол үйге де кіріп шықтық. Ал алдыңғы ораза айтта осыншама көп адам айттықтаған болатын. Біз бұл жолы тек 2 адам ғана айттықтады. Одан кейінгі кісілер бізді, одан ары қарай әйелі кісілер біздің үйге айттықтап келді. Көргіңіз келсе, видеом ұнаса, маған лайк басып келіп кетіңіздер.